Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді банан қосылған шоколадты пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге 4 жұмыртқа және де 2 банан қажет болады. Алдын ала барлығын дайындап қоямыз. Одан кейін таза Қазақстан шоколады мен сары май қажет болады. Бұны да алдын ала ертіп аламыз. Қант және де ұн, какао, разрыхитель. Толық рецепті видеоның соңында жазып кететін боламын. Алдымен шоколад пен майымызды ертіп алып дайындап қоямыз алдын ала. Одан кейін 4 жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап, қанты ерігенше, массамыз екесе көпіргенше жақсылап миксерлейміз. Міндетті түрде қанты еру керек. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі енді ерекше болып шығады, құрамында банан болғандықтан. Жақсылап миксерлейміз. Одан кейін ертілген майымыз бен шоколадымызды бананымызға құйып, блендердің көмегімен пюре болғанша дейін жақсылап еземіз. Бізде комок болмау керек, жақсылап еземіз. Одан кейін массамызға құямыз дайын болған пюремізді. Бір қайтара лопатаның көмегімен араластырып, үстіне електен өткізілген какао, ұн, разрыхителімізді қосып, астынан үстіне қарай жақсылап араластырамыз. Алдын ала 180 градуста 30-35 минуттың ішінде пісіп шығады. Менде форманың диаметрі 24. Бізде пирогымыз дайын. Үстіне ганашын құямыз. Шоколад пен сливкиді ертіп дайындадым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, ерекше болып шығады. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.